Ісік қаупін арттыратын 10 әдет. Күн сайын жасап жүрген өлімге апаратын қателіктермен бүгін бөлісетін боламыз. Сен қазір мына видеоны көріп отырсың. Ал мүмкін сенің ағзаңда қазірдің өзінде қатерлі ісік жасушалары өсіп жатқанын білмейсің. Ең қорқыныштысы, олардың дамуына сен өзің себеп болып жүрген шығарсың. Дәрігерлердің айтуынша, ісік ешқашан бір күнде пайда болмайды. Ол жылдар бойы қалыптасады, ал біз оны байқамаймыз. Ал бүгін мен саған адамдарды онкологияға жиі алып келетін 10 әдетті айтамын. Оларды тоқтатсаң өміріңді сақтайсың, бірақ елемесең кеш болуы әбден мүмкін. Бірінші, таңғы ас ішпеу. Бірінші қауіпті қадам. Көп адам таңертең тамақ ішпесем арықтаймын деп ойлайды. Бірақ шындық мүлдем басқа. Таңғы ас ішпеген кезде асқазандағы қышқылдар бос қалып, шырышты қабықты зақымдайды. Бұл асқазан мен өңеш ісігінің ең алғашқы триггері. Ғалымдар зерттеген таңғы ас ішпейтін адамдарда асқазан қатерлі ісігінің қаупі 2 есе жоғары. Екінші, өте ыстық тағам мен сусын. Ыстық шай мен жаңа піскен сорпаны денсаулыққа пайдалы деп іше береміз. Бірақ 65 градустан жоғары тағамдар өңештің шырышты қабатын күйдіреді, ал күйік мутацияны бастауы. ДДСО мәліметі бойынша ыстық шайды жиі ішетін адамдарда өңеш обырының қаупі 8 есеге дейін жоғарылайды. Үшінші, тәттіге тәуелділік. Ісік жасушаларының ең сүйікті тамақтары қант пен жылдам көмірсулар. Неғұрлым көп торт, кәмпит, газдалған сусын ішсең, соғұрлым рак жасушаларына жанармай бересің. Онкологтардың сөзімен айтсақ, қант ісіктің отыны. Төртінші, ұйқыны үнемі азайту. Түнде тек демалып жатқан жоқсың, ағзаң зақымданған жасушаларды жөндейді. Егер ұйқы аз болса, бұл процесс тоқтайды, ал мутацияланған жасушалар көбейеді. Түнгі 7 сағаттан аз ұйықтайтын адамдарда онкологиялық ауру қаупі 30%-ға жоғары екені дәлелденген. Бесінші, темекі мен вейп. Бұл банальды естіледі, бірақ факт өзгермейді. Темекідегі 70-тен астам химиялық қосылыс тікелей ісік туғызушы. Тіпті электронды вейп қауіпсіз деген өтірікке сеніп жүргендердің өзі қатерлі ісік қаупін 3-4 есе арттырады. Алтыншы, қозғалыстың аздығы. Күнде сағаттап отырып жұмыс істеу ракқа апарар баяу жол. Қан айналымы нашарлап, жасушаларда қалдық жиналады. Бұл мутация үшін керемет орта. Күніне кемі 30 минут жаяу жүру қатерлі ісік қаупін 30%-ға төмендетеді. Жетінші, созылмалы стресс. Стресс кезінде ағзада кортизол көп бөлінеді. Бұл гормон иммунитетті әлсір етіп, мутацияланған жасушаларды жою қабілетін төмендетеді. Яғни стресс рактың қалқаны. Сегізінші, Д витаминінің жетіспеушілігі. Д витамині ракқа қарсы ең күшті табиғи қорғаныс. Күн сәулесін көрмей, үйде отыру иммунитет әлсірейді. Ісік жасушаларына жол ашылады. Зерттеулер бойынша Д витамині жеткілікті адамдарда қатерлі ісік қаупі 40%-ға төмен. Тоғызыншы, алкоголь. Аздап ішсең зиян емес, ең үлкен қателік. Этанол ДНК-ны бұзатын мутаген. Тіпті аптасына 1-2 рет ішсең де бауыр, өңеш, сүт безі обырының қаупі бірнеше есе артады. Ең соңғы 10-шы, жыл сайынғы тексеруден өтпеу. Көп адам қатерлі ісік ауырған соң ғана білінеді деп ойлайды. Ал шындық, ерте анықталған ісіктің 90% емделеді. Сондықтан жылына 1 рет анализ тапсыру өміріңді сақтайтын ең ақылды шешім. Ісік бір күннің нәтижесі емес, ол жылдар бойы қалыптасқан әдеттердің салдары. Сен бүгіннен бастап осы 10 әдетті тоқтатсаң, өз ағзаңа екінші мүмкіндік сыйлайсың. Өйткені денсаулық ақшаңмен емес, уақытыңмен де сатып ала алмайтын жалғыз байлық. Егер бұл видео саған пайдалы болса, лайк басып достарыңмен бөліс. Ал келесі шығарылымда мен ісіктің алғашқы белгілері туралы айтамын. Соны жіберіп алмау үшін арнаға жазылып қой.